Қыздар, бүгін бір штук клубниканың өзіндік бағасын есептеуді үйренеміз. Клубника орта есеппен мен 2500 теңге деп жаздым. Бұл 500 грамм бағасы. Қыста клубника 4800-5000 теңге болып кетеді. Даже одан да кейбір поставщиктер 6000-7000-нан да сататындар бар. Сол 5000 теңге деп 1 килограмм 5000, жарты килограмм 2500 теңге деп мына жерге жаздым. Сіздер өздеріңіздің өңірде баға қандай, сол бағаны қойып есептейтін боласыздар. Жарты килограмм клубниканың ішінде примерно жарамды 20 штук клубника шығады. Бұл плюс-минус, яғни бұдан кішкене көбірек шығады, бірақ арасында майда клубникалар букет сындаға жарамағандықтан 20 штук деп орта есеппен алдым. Сонымен 2500 теңгені ана жерге бағаны қоясыздар. 20 штукке бөлемін. 125 теңге клубниканың, бір штук клубниканың бағасы шығады. Енді шоколадты есептейміз. Итальянский шоколад 60 грамм қосамыз. 60 грамм көбейту 4800 теңге деген 1 килограмм бағасы итальянский шоколадтың. Сіздерде бағасы қандай, сол бағаны қойып жазасыздар. 60 грамм көбейту 4800 тең 288 теңге шығады. Бұл 60 граммның бағасы. Енді осы 60 грамм бізде примерно 20 штукке жетеді деп есептеген кезде, негізі одан көбірекке жетеді. Орта есеппен 20 штук деп аламын. 288 бөлу 20 штук 14,4 теңге. 1 штук клубникаға итальянский шоколадтың кететін бағасы. Дәл солай российский шоколад, итальянский шоколадтан сәл көбірек қосасыздар. Ол шоколадтың қатуына жақсы әсер етеді. Сонымен қатар итальянский шоколадтарыңызды үнемдейді. Бірақ еш уақытта сіздер клиентке российский шоколад қосатындарыңызды еш уақытта айтпаңыздар. Тек қана итальянский таза шоколадпен жұмыс жасаймын деп айтасыздар айкаммен. Калебаут болса, калебауттың бағасын қойып есептейсіздер, қыздар. Шоколад таңдау өз еріктеріңіз, бірақ мен советую айкаммен жұмыс жасауға. Вот российский шоколад 100 грамм, оның бағасы 1 килограмм бағасы 1200 теңге. 100 грамм көбейту 1200 тең 120 теңге өзіндік бағасы, яғни 100 грамм российский шоколадтың бағасы шығады. Енді 120 теңгені 20 штукке бөлем 6 теңге. 1 штук клубникаға российский шоколадтан 6 теңге кетеді. 125 теңге клубникамыз 1 штук, 14,4 теңге итальянский шоколад, қосу 6 теңге российский шоколад. Сонда клубника в шоколаден 1 штугының бағасы 145,4 теңге шығып тұр. Сонымен енді бізге упаковка қажет. Упаковка бір пачкасында 20 лист болады. Оның орта есеппен бағасы 1200 теңге. 1200 теңгені 20 листке бөлесіздер, 60 теңгеден айналады. 60 теңге енді минимальный заказ букетте 10 штук деп есептеген кезде клубниканың саны 60 теңгені 10 штукке бөлесіздер, 6 теңгеден айналады. Бір листтің бағасы. Яғни бізде бір упаковка жасағанға бір лист кетеді. Сосын стекло да дәл солай есептелінеді. Орта есеппен 1200 теңге, ішінде 20 лист, 60 теңгеге айналады бір штугы. 60 теңгені 10 штук клубникаға бөлгенде 6 теңгеден кетеді. Сосын майда шүйделер, скотч, шпажка, посыпка, лента. Примерно орта есеппен 180 теңге деп алдым. 180 теңгені 10 штук минимальный заказ клубникаға бөлгенде 18 теңгеден айналады. Әр клубникаға мен рекламаны қосып кетемін, себебі апта сайын үзбей реклама жіберіп тұрамын. Рекламаны 50 теңге деп есептедім. Енді барлығын қосып шығайық міне. 145,4 теңге. Шоколад пен клубникамыз 6 теңге упаковка, 6 теңге стекло, 18 теңге
скотч шпажкаларымыз плюс 50 теңге рекламамыз. Сонымен общий шығынның бағасы 225,4 теңге шықты. Мен клубниканы 480 теңгеден сатамын бір штугін. 480 теңге азайту шығыны сен 254,6 теңге менде таза пайда қалатын болады. Міне, қыздар, дәл осылай есептейсіздер. Сіздер өз қалаларыңызда баға қалай, соны қойып, нақты шоколадтың бағасы қаншадан, клубниканың бағасы қаншадан, упаковкаңыз қаншадан аласыз, стекло қаншадан аласыз, реклама 50 деп жаза беріңіздер. Майда шүйдеге де примерно 180 деп, осылай 18 теңге деп жаза беріңіздер. Сөйтіп, өздеріңіздің бағаларыңызды шығарыңыздар. Шығын бір штук клубника в шоколаденің бағасы қанша теңге шығады, соны есептеп жазыңыздар. И соған қарай өздеріңіздің бағаларыңызды қоясыздар. Мынау менің бағам. Дәл осылай қою не обязательно, өздеріңіз қарайсыздар. Конкуренттерді зерттейсіздер, елдердің прайсы қалай, бағалары қалай. Олардан қатты қымбат, қатты арзан болмау керек. Примерно орташа баға болып, яғни баға қоюдан қорқпау керек. Қыста да, жазда да, мысалы мен жазда негізі клубника арзандайды ғой, мынадан көбірек қазір пайда түсіп тұр маған, бір 350 теңгедей пайда түсіп тұр примерно. Сонда қыста да, жазда да мен қазір бір бағада смело, уверенно сатып тұрмын. Өйткені букеттеріме сенімдімін, клиенттер қалай тапсырады, дәл солай жасап беремін. Енді алдағы уақытта сіздер алғашқы заказдарыңыз болғандықтан скидкамен солай жазда, яғни клубника арзанырақ болғандықтан скидкамен, жеңілдікпен сөйтіп сатсаңыздар, акциямен сатсаңыздар болады. Кейбір адамдар әр сезонда әртүрлі баға қойып жатады. Жазда клубника арзан болғандықтан бағасын түсіріп, арзан баға қояды да, күзде, қыста баға қымбаттағанда қайтып бағасын қымбаттайды. Мен ол бір тұрақсыз баға қойған дұрыс емес деп ойлаймын. Оны да өздеріңіз қараңыздар, қалай сіздерге ыңғайлы, сондай баға қойып, жаңағы айтқандай конкуренттерді жақсылап зерттеп, тиімді баға қоюды үйреніңіздер. Сәттілік қыздар, тапсырманы орындап, общий чатқа жіберіңіздер.